Найзағай қалай пайда болады? Жерден көтерілген су буы суық ауамен соқтығысып конденсацияланғанда бұлт пайда болады. Ол ұсақ су тамшылары мен мұз түйіршіктерінен тұрады. Ауа ағындары осы түйіршіктер мен тамшыларды бір-біріне соғыстырғанда статикалық ток пайда болады. Оң зарядтар бұлттың жоғарғы жағына, теріс зарядтар төмен жағына жиналады. Төменгі көп мөлшердегі теріс зарядтар ең жақын плюс зарядтар жиынтығына тартылғанда найзағай шығады. Найзағай жердегі ағаш немесе бағана сияқты биік заттарға, болмаса көрші бұлттарға соғады. Бұл сіз синтетикалық киім киіп жүріп темірді ұстап қалғандағы ток соғуының алапат масштабтағы көрінісі. Найзағай ауаны қас қағым сәтте өте жоғары температураға дейін қыздырады. Ауа шамамен 30.000 Цельсий градусқа дейін қызады. Бұл күннің беткі қабатынан 5 есе ыстық. Мұндай жоғары температурадан ауа молекулалары орасан зор жылдамдықпен жан-жаққа кеңейеді. Кеңейген ауа салқын ауа қабаттарымен соқтығысып, қуатты дыбыс толқынын, күннің күркіреуін туғызады. Дыбыс шарықтан баяу таралатындықтан бірінші найзағайды көреміз, ал оның күркіреуі кейін естіледі. Арнаға жазылып